тарифтерді және олар осы өмірменен тығыз байланыстыра алып отырмын. Практикалық бөлімнің негізгі бағыты оқу үдерісіндегі алгебралық ұғымдар мен алгебралық өмірлік маңызы бар міндеттерді шешуге қолдану. Бұл үшін есептерді іріктеу барысында әртүрлі жаңағы негізгі критерийлерге сүйене отырып пайдалануға болады. Мектеп асханасындағы өнім туралы есеп алынды және бұл жерде әртүрлі өмірде алынған проценттерді, пайыздық есептерді шығаруға балалар өздерінің жаңағы қаржылық сауаттылықтарын да осы бағдарлама арқылы жаңағы қолдануға болады. Бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын, қаржылық, логикалық және ақпараттық сауаттылықтарын, элементтерін қалыптастырып, оларға заманауи қоғамда кездесетін күрделі емес мәселелерді шешуге қажетті білім мен біліктіліктер береді. Оқу барысында алған дағдыларын оқушылардың күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдайларда математикалық тұрғыдан қарауына, деректермен жұмыс істей алуына, шешім қабылдау барысында дәлелді саналы әрекет етуіне негіз болады. Сонымен қатар оқушыларға математикалық тұрғыдан пәнге деген қызығушылығын сенімді түрде нығайтуға болады. Күтілетін нәтиже қатарында оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеу, зерттеу жүргізу, топпен және жеке жұмыс жасау, өзіндік шешім қабылдау және математикалық тұрғыда негіздеу дағдыларының дамуы да атап өтіледі. Бұл олардың болашақ кәсіби бағалауына, математикалық түрлі салада математиканың қолдануына, қабілеттерін арттыруына септігін тигізеді. Сонымен бірге оқушылардың өз оқу нәтижелерінде жауапкершілікпен қарау, өзін өзі бағалау және түсіну механизмдерін меңгеру қабілеттері дамиды. Жалпы алғанда бағдарлама білім беру мазмұн өнімдерімен ұштастыра отырып, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, сыни тұрғыдан ойлайтын, әлеуметтік бейімделген, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға бағытталған нәтижеге жетеді деп көздеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі мен Мақаншы ауданы. Әріптестер, содан кейін регламент сақтасақ, 5-7 минут регламент. Келесі әріптестер. Жұмағұлова Гүлжайсыранованқызы, еңбек өтілім 24 жыл, информатика пәнінен. Менің алып отырған авторлық бағдарламам бұл 6 сыныпқа арналған үлкен деректер және жасанды интеллектке кіріспе қолданба курсы. Бұл 34 сағатқа арналып жасалынған. Курс нұсқаулығы әдістемелік хатта ұсынылған тақырыптарды ескере отырып әзірленген және Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарындағы 2025-26 оқу жылына арналған оқу тәрбие үдерісінің заманауи тәсілдеріне негізделген. Курстың өзектілігіне тоқталатын болсақ, үлкен деректер және жасанды интеллект қазіргі заманның маңызды аспектісі болып табылады. Себебі олар ғылым, технология және экономиканың іргетасы саналады. Жас ұрпақтың деректерді талдау және жасанды интеллект қабілетін дамыту олардың білім алуына ғана емес, күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі проблемаларды шешуіне де оң әсерін тигізеді. Қазіргі таңда жасанды интеллектмен балаларға сабақтарда қолдану негізгі басты тақырыптарымыздың бірі болып саналады. Сондықтан әрбір сабағымызда осы жасанды интеллектіні қолдануға тырысып жатамыз. Сонымен қоса бұл элективті курстың негізгі мақсаты мен міндеттеріне тоқталып өтетін болсам, бірінші бөлім үлкен деректерге кіріспе, бұны 6 сағаттық қылып алдым. Яғни мұнда үлкен деректер туралы мағлұматтарды балалармен бөлісеміз. Одан кейінгі екінші бөлім деректерді өңдеу және визуализация 10 сағат бөлінді. Мұнда деректерді өңдеу құралдан және таблицалармен жұмыс жасай отырып, әртүрлі күрделі деректерді талдау ойындарымен жалғастырамыз.
Үшінші бөлім бұл жасанды интеллекттің негіздері деп аталады. Бұл 10 сағатқа бөлінген. Осы жерде біз жасанды интеллект туралы барлық мағлұматтарды беріп, және оны сабақ барысында ойын түрлерінде және әртүрлі дағдылармен үйретеміз. Төртінші бөлімде қолданбалар және шығармашылық тапсырмалар. Бұл жерде алған білімдерін оқушылар 8 сағатқа бөлінген, алған білімдерін практикада қолданады. Курстың өту мазмұны, өту барысында оқушылар нені біледі? Бұл жерде оқушылар үлкен деректер ұғымдарымен танысады, визуализациялайды, жи негіздерін, машиналық оқыту заңдылықтарын анықтайды және қолданады, деректерді талдайды. Бұл жерде сұрыптау, салыстыру және қорытынды жасау деген сияқты оқушыларды осы ауызекі сөйлеуге де, өз ойларын жетік сыни түрде жеткізуге бір жағынан үйрету. Одан кейін шығармашылық. Оқушылар осы жерде өздерінің шығармашылық қабілеттерін практика жүзінде шыңдайды. Келесі, бұл жерде жаңағы міндетті түрде күнтізбелік тақырыптық жоспар болады. Сабақ болғаннан кейін бұл жерде 34 сағатқа бекітілген. Жаңа өзім таныстырып өткендей, негізгі тақырыптарына тоқталып, бір-екі тақырыбына тоқталып өтетін болсам, ең бірінші деректердің көздер және жинау деген тақырыпта мұнда қолданылатын әдіс ассоциация әдісі, оқушыларға дерек көздері арасындағы байланысты анықтап тапсырмалар беріледі. Ал практикалық жұмыс кезінде оқушылар сәйкестендіру және суретті талдау. Яғни бұл бастапқы тақырыптар болғандықтан оқушыларға түсіндірме түрінде көбінде жүргізіледі. Келесі, оқыту формалары мен әдістері. Оқыту формалары мен әдістеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде де мен оны бөлдім бірнеше топтарға. Фронтальды жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыс деп. Фронтальды жұмыс бұл мұғалімнің сабақ барысын толығымен басқарады және барлық сыныппен бір уақытта жұмыс істейді. Мұғалім жаңа материалды түсіндіріп, оны мысалдар арқылы көрсетеді. Екінші, топтық жұмыс. Өз атында тұрғандай, оқушылар шағын топтарға бөлінеді, жаңағы топтармен қарым-қатынас жасап, бұда да жаңағы тәрбиелік және білім екеуі қатар ұштасып жатады. Ал жеке жұмысқа келіп тоқталатын болсақ, бұл формада оқушылар өздері істеп, жұмысты жасап, тапсырмаларды дербес орындап, ал мұғалім оқушылардың қабілеттерін арттыра отырып, оларға бағыт-бағдар беруші болады. Оқыту әдістеріне тоқталып өтетін болсам, сөздік әдістер, әңгіме, сұрақ-жауап, түсіндіру. Көрнекілік әдістер, олар сурет, диаграмма, модельдер. Ал практикалық әдістерге келетін болсақ, мұнда ойындар, логикалық тапсырмалар, әртүрлі шығармашылық жұмыстар беріледі. Енді осы курстан күтілетін нәтиже қандай деген сұраққа жауап беретін болсам, курсты аяқтағаннан кейін оқушылар не біледі? Жаңағы қарапайым үлкен деректер ұғымдарын және олардың қолданылу салаларын біледі. Жасанды интеллекті есептер шешу тәсілдерінде әртүрлі осы информатикаға қатысты, үлкен деректерге қатысты жағдайларда осы жасанды интеллекттерді қолданып, ары қарай дамыту жүйелерін жүзеге асырады. Деректерді және олардың кеңістіктегі орнын анықтау, деректерді талдайды, сұрыптайды және визуализациялау дағдыларын меңгереді. Шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында онда да оқушылар визуализациялау арқылы нәтижелерін шығармашылық түрде ұсынуды және өз бойларындағы ойларын, ұғымдарын еркін жеткізуге үйренеді. Күтілетін нәтиже: курс кейіні шығармашылық дағдылар жетіледі, принциптерін
Гүлжазира, болдың ба? Әріптестер қосыла берейік па? Гүлжазира, сен болдың ба? Иә, үзіліп кетті ғой. Болдым. Аға, жақсы. Әріптестермен қосыла берейін, иә? Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса. Е, ал. Ойме? Сіздерге көрінді ма слайд? Иә, көрініп тұр. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Садвакасова Гүлмира Адилбековна. Мен Мақаш ауданы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектебінің информатика пәні мұғалімі, педагогикалық өтілім 24 жыл 9 ай. Мен сіздерге авторлық бағдарламамды ұсынып отырмын. Оның тақырыбы цифрлық әлем негіздері, бағдарламалау, деректер, веб және қауіпсіздік. Бұл тақырыптың мақсаты оқушыларды цифрлық технологияларды тиімді қолдануға, ақпаратты талдауға, бағдарламалауға және заманауи технологияларды меңгеруге үйрету. Өзектілігі заманауи білім берудің маңызды міндеттерінің бірі оқушылардың ақпараттық коммуникациялық құзыреттіліктерін қалыптастыру, сандық құралдармен жұмыс істеу негіздерін меңгеріп қана қоймай, олардың әлеуметтік процестерге, қауіпсіздікке, экономикаға және жеке өмірге әсерін түсіну маңыздылығы. Міндеттері: практикалық дағды, жобалық жұмыс, қауіпсіздік пен этика, талдау және бағалау, зерттеу мен шешім қабылдау. Практикалық дағдыда бағдарламалау, алгоритмдер және деректерді талдау арқылы нақты мәселелерді шешуді үйрету. Жобалық жұмыс жеке және топтық жобалар арқылы инженерлік әдістерді қолдану және шығармашылықты дамыту. Қауіпсіздік пен этика, интернет қауіпсіздігін, деректерді қорғауға және цифрлық этика мәселелерін меңгеру. Талдау және бағалау, технологиялардың қоғамға, экономикаға және білім саласына әсерін сыни тұрғыдан бағалау. Зерттеу мен шешім қабылдау, ақпараттық технология саласында зерттеулер жүргізу, презентациялар дайындау және негізделген шешімдер қабылдауды үйрену. Енді міндет күтілетін нәтижеміз: деректерді талдау, ақпаратты өңдеп, оның өмірлік заңдылықтарын анықтай алады. Ақпаратты бағалау, дерек көздерінің сенімділігін, оларды сыни тұрғыдан бағалай біледі. Тәуелсіз зерттеу интернет қауіпсіздігі мен бағдарламалау саласында өз шешімдер әзірлей алады. Қауіпсіздік мәдениеті жеке деректерді қорғаудың маңызын түсінеді. Жауапкершілік цифрлық әлемдегі өз іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарайды. Енді авторлық бағдарламаны білесіздер, ол түсінік хаттан тұрады және бірнеше бөлімдерден тұрады. Түсінік хатқа тоқталып өтсем, цифрлық дағдыларды дамыту қазіргі білім беру үдерісінің құрамдас бөлігіне айналуда. Өйткені олар оқушылардың функционалдық сауаттылығын, бәсекеге қабілеттілігін және технологиялық мәдениетті қалыптастыруда басты рөл атқарады. Бұл элективті курс 10-шы сыныптарға арналған, яғни оқу бағдарламасында 34 сағат қымыжысы бар. Авторлық бағдарламаның бөлімдері, негізгі бөлімдерін алып өтсем, бірінші бөлімі бағдарламалау негіздері және алгоритмдеу, екінші бөлімі мәліметтерді өңдеу және сақтау, үшінші бөлім интернет және коммуникациялық технологиялар, төртінші бөлім цифрлық әлемдегі қауіпсіздік деп аталады. Және кіріспе бөлім, жаңа түсінік хат бар, кіріспе бөлім және соңында жаңағы қолданылған әдебиеттер тізімі болады. Енді бағдарламаның тек қана бір қымыршысын салып отырмын. Яғни бір тақырып бағдарламалауға кіріспе, бұл не және ол не үшін қажет деген тақырыпта осындай қымыржы барлық 34 сағатқа негізделіп жасалған авторлық бағдарламаның ішінде орналастырылған. Бұл жерде мен көптеген әдіс тәсілдерді қолданып отырмын. Әр жаңа қымыржыда әртүрлі әдіс тәсілдерді алу арқылы жасалынған. Енді жалпы бағдарлама жаңағы нәтижесі болады бағдарламаның, яғни нәтижесінде Сембаев Нұрмұхамед ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам
облыстық зерттеу жобалары байқауына қатысқан болатын және сертификатпен марапатталған. Сондай-ақ Слям Нұрай зерде зерттеу жобасына қатысты, ол жерде ол 3-ші орынмен марапатталды. Яғни тура осы тақырыпқа қатысты веб жобалау тақырыбын алып отырып, соны қорғады. Слямқұл Динара биылғы оқу жылында 8-11 сыныптар арасында зерттеу жобалары байқауына қатысты. Ол аудандық бөлім ауданнан 1-ші орын алды және облыстық деңгейде сертификатпен марапатталды. Яғни бұл оқушылар осы тақырыпқа қатысты өзінің зерттеу жобаларын ұсынды. Жалпы авторлық бағдарламаның енді білесіздер, зерттеу жобасының ішінде практикалық жұмыстар болады. Сол практикалық жұмыс ретінде осы жобаларды пайдаландым. Және де бұл жобаның болашағы өте зор деп есептеймін. Өйткені осындай жобаларды жасау арқылы болашақта үлкен Қазақстанның үлкен білім беру жүйесіне өзіміздің үлесімізді қосамыз деп есептейміз. Және де IT мамандықтарына ерте бағыттау болып есептелінеді. Негізгі мақсатымда және цифрлық сауатты қауіпсіз ортада жұмыс істей алатын тұлға қалыптастыру болып есептелінеді. Енді бұл курстың енгізуге қатысты Қазақстанда білесіздер, STEM білім беру бағыты бар. Осы білім беру бағытын дамытудағы маңызды қадам ретінде осы тақырыпты алуға болады. Және бұл курс қазіргі информатика пәні бойынша негізгі бағытты қамтиды. Және осы бағыттарды авторлық бағдарламаның ішінде теориясын және оның аспектілерін пайдалана отырып, практикасымен бірге алған білімдерін, яғни цифрлық өнімдерді жасау үшін қолдана алады деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен қосылсам бола ма? Иә, дайын болсаңыз. Көрініп тұр ма слайдым? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен Абай облысы білім басқармасының Мақаншы ауданы білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Дарбұлақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекеменің физика және информатика пәнінің мұғалімін, педагог зерттеуші Құдайбергенова Сайраш Тақмасқызы. Сіздерге ұсынғалы отырған бүгінгі авторлық бағдарламам кіріктірілген пәндерінде функционалдық сауаттылықты арттыру. Қазіргі кезде білім беру жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Бұл үдеріс әсіресе жаңа технологиялар мен инновациялар арқылы жүзеге асырылады. Физика және информатика пәндерін кіріктіріп оқыту арқылы оқушыларды осы салаларда тиімді әрі сапалы біліммен қамтамасыз етуге болады. Жаңа ақпараттық технологиялар мен цифрлық құралдар оқушыларға білімді тереңірек меңгеруге, мәселелерді шығармашылық тұрғыда шешуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама физика және информатика пәндерін кіріктіріп оқытуға арналған, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында жаңа технологиялар мен цифрлық құралдарды қолдану арқылы білім берудің тиімді тәсілдері қарастырылады. Кіріктірілген сабақтар оқушылардың осы пәндерге деген қызығушылығын арттырып, олардың білім деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның бағыттылығы және өзектілігі. Бағдарлама ғылыми практикалық тұрғыда оқушылардың физика мен информатика пәндерінен алған білімдерін өмірде қолдана білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі заман талабына сай оқу үдерісін жаңа технологиялар мен цифрлық құралдарды пайдалану арқылы жетілдіру көзделеді. Өзектілігі қазіргі қоғамда ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру жүйесіне елеулі өзгерістер енгізуде. Осыған байланысты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру маңызды болып табылады. Аталған бағдарлама осы қажеттіліктерді ескере отырып, жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.
Бағдарламаның жаңашылдығы және ғылымилығы, бағдарламаның жаңашылдығы және физика және информатика пәндерін кіріктіріп оқыту тәсілінің қолданылуында бұл тәсіл оқушыларға екі пәнді де тереңірек меңгеруге, олардың арасында өзара байланысты түсінуге және жаңа технологияларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Бағдарлама ғылыми негіздерге сүйене отырып әзірленген, оқушыларға физика және информатика пәндеріндегі теориялық білімді практикада қолдануға мүмкіндік беретін нақты мысалдар мен зерттеулер ұсынылады. Жаңа технологиялар мен әдіс тәсілдер арқылы алынған білімдердің ғылыми негізде қалыптасуы қамтамасыз етіледі. Кешіріңіздер. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың физика информатика пәндерінен алған білімдерін нақты өмірде қолдануға бағытталған тапсырмалар мен жобаларды енгізу. Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру. Оқушылардың математикалық және ғылыми талдау дағдыларын дамыту. Жаңа технологиялар арқылы білім алушылардың оқу мотивациясын арттыру. Оқушылардың сыни ойлау және мәселелерді шешу қабілеттерін дамыту. Бағдарламаның мақсаты және ерекшелігі оқушылардың физика және информатика пәндеріндегі функционалдық сауаттылығын арттыру, жаңа ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану арқылы білім беру сапасын көтеру, екі пәннің арасындағы байланысты түсіндіру және оқушылардың шығармашылық ойлау дағдысын дамыту. Ерекшелігі пәндерді кіріктіре отырып, оқыту әдісін жаңа технологиялар мен цифрлық құралдарды оқу үдерісінде тиімді пайдалануында, сабақ барысында практикалық жұмыстар мен жобалар арқылы оқушыларға пәндер арасындағы байланысты түсіндіру және оларды функционалдық сауаттылыққа баулу жүзеге асырылады. Күтілетін нәтиже оқушылардың физика мен информатика пәндеріндегі білім деңгейі артады, ақпараттық технологиялар тиімді пайдалану дағдылары қалыптасады, сыни ойлау, шығармашылық және зерттеу дағдылары дамиды, оқушылардың функционалдық сауаттылығы артып, өмірде кездесетін мәселелерді шешу қабілеттері жоғарылайды. Жалпы менің осы авторлық жобамда тұрақтылық мазмұндық бөліміне тоқталатын болсам, бұнда кіріспе физика және информатиканың байланысы, бұнда физика мен информатиканың интеграциясы, ақпараттық технологиялардың физикадағы рөлі, физикалық процестерді модельдеудің маңызы, физикалық өлшеу және алгоритмдер, келесі бөлімі, негізгі физикалық өлшемдер, алгоритм ұғымы, физикалық есептерді алгоритмдеу. Жылдамдық, уақыт, қашықтық, компьютерлік модельдеу бөлімі, онда жылдамдық, уақыт және қашықтық арасындағы байланыс қарастырылады, және компьютерлік модельдеу негіздері қарастырылады. Дененің қозғалысында, осы жерде скричті қозғалысты модельдеу алынады, онда қозғалыстың модельдеу әдістері, қозғалыс түрлері, скричті қозғалысты модельдеу, практикалық жұмыс дененің қозғалысын бейнелеу. Келесі масса және күш калькулятор құру, масса және күш ұғымдары, күшті есептеу алгоритмдері, калькулятор жасау, бұнда Python немесе Scratch бағдарламалары бойынша. Тығыздық және Архимед заңы, компьютерлік модельдеу, тығыздық ұғымы, Архимед заңы. Компьютерлік модельдеу қолдану, энергия және оның түрлері, физикалық құбылыстарды кодтау, энергия түрлері, энергия заңдары, физикалық құбылыстарды кодтау, электр тоғы және электр қуаты, мұнда Arduino платформасы мен танысу, электр тоғы мен кернеудің анықтау, электр қуатын есептеу, Arduino платформасын пайдалану, магнит өрісі, электр және магниттік құбылыстарды модельдеу, магнит өрісі және оның қасиеттері, электромагнетизм, компьютерлік модельдеу. Тағы да сол сияқты жарық және оптика, мұнда графикалық редактормен жұмыс жасау, жарықтың табиғаты, оптикалық құбылыстар, графикалық бейнелеу, дыбыс және таралуы, мұнда аудио редакторлар арқылы дыбыс толқындары, дыбыстың таралу жылдамдығы, аудио редакторларды пайдалану. Келесі температура және оны өлшеу, сапалық, сандықтармен жасау. Мұнда температура ұғымы, түрлері, сандық жүйелер жобалау. Тағы сол сияқты мына жерде тағы тоқтала кеткім келіп тұрған сандық өлшеу және формулалар.
Мұнда сандық өлшеуіш шкаласы, физикалық және қамтамасыз ету заңдылықтары қарастырылған. Осы бағдарламаның ең негізгісі ол қорытынды сабақтарда көрінеді, яғни курсты қорытындылау, жасалған жобаларды талдау, болашақ зерттеулерге бағдар беру. Осымен менің авторлық бағдарламам тамамдалды. Бұл жалпы 7 және 9 сыныптарға арналған 2 пәнді кіріктіріліп өткізетін курстардың бірі. Болашақта бұл курс өз орнын табады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы әріптестер, неше адам қалдыңыздар сіздер? Мен бармын, мен. Қосылсам бола ма? Қосылай беріңіз енді. Қазір егерде уақытқа үлгеретін шығарсыз, неше минут қалды деп тұр. 5 минут, 5,5 минут қалды. Тезірек выступать етсеңіз үлгереді. Егерде уақыт зум өшіп қалса, қайтадан қосыламыз әріптестер. Жақсы, жақсы. Ойбай, маңғана. Бастасаңыз, уақытыңыз кетіп жатыр. Дауысыңызды қосыңыз. Қайда тұрмын? Қайсадан таппайды. Қайда тұрмын? Бұл числоға тағы число. Ой, алға. Неге бастамай отырсыздар? Сіздер уақыттарыңыз кетті, 3 минуттарыңыз кетіп қалды уже. Үлгерем бе екен, бастай берсем? 2,5 минутыңыз қалды. Үлгермеймін ғой, қайттан бастап берілсе, бердімесеңіз. Солай, сіз ғана қалдыңыз ба Мақаншы ауданынан? Жоқ, мен ғана қалдым ба, білмеймін. Экранға шықты ма өзі? Экранға шықты ма? Демонстрация экранға шықты ма, соны білмей тұрмын. Көрініп тұр демонстрация. Шықты. Бастай берейін ба, жоқ, қайта қосайық па? 2 минут уақытыңыз қалды, бастамай-ақ қойыңыз енді. Босқа қазір үзіліс, одан қайтадан жалғастырасыз. Жаңа үлгеріп кетуші едіңіздер. Алтаға педагог болдыңыздар ғой сіздер негізі. Жарайды енді, тосайық. Қайта қосып береміз.